Бүгінде Теміртау металлургтер қаласы ғана емес, Теміртау Қазақстанның қара металлургиясының алыбы, ал бәрі сонау 30-шы жылдары басталды. Құрылыс орнын таңдау ғалым геологтар Сәтбаев, Русаков және Спиранскийдің ғылыми жұмыстарына негізделді. Айтпақшы, 30-шы жылдары орталық Қазақстан аумағындағы барлау жұмыстарына қатыса отырып, Қазақ КСР ғылым академиясының болашақ басшысы Қаныш Сәтбаев Самарқанд кентінің жері болашақта ірі металлургиялық орталыққа айналуға арналғандай екенін атап өтті. Кеңес әскері Ұлы Отан соғысы майданында шайқасып жатқан кезде КСРО қара металлургия халық комиссарының Қазақ КСРінде қайта өңдеу зауытын салу туралы бұйрығы шығады. 1942 жылдың қазан айының басында зауыттың бас жоспары бекітілді. Зауыттың құрылысы жылдам қарқынмен басталды. Болашақ кәсіпорынды кадрлармен қамтамасыз ету үшін Орал зауыттарында металлургиялық мамандықтарды игеруге ұлты қазақ 2000 жас өспірімді жіберу туралы қаулы шығарылды. 1944 жылдың желтоқсанында келді. Алғашқы пешті іске қосу күні жақындап қалды. Оралда оқығаннан кейін жастардың бірінші тобы зауытқа оралды. 1944 жылы 31 желтоқсанда сағат 12-де аға шебер міндетін атқарушы Дремлюга сүңгімен саңлауды ұрды. Болат селдей ақты. От шашу сияқты мыңдаған ұшқындар жан-жаққа шашырады. Адамдар алдымен артқа, содан кейін алға қарай қадам жасап, арбалғандай тұрып қалды. Айналада тыныштық орнады. Бұл тыныштықты қуанышты дауыстар жарып кетті. Соғыс аяқталғаннан кейін Самарқанд кенті қала мәртебесіне ие болып Теміртау атауын алды. Бұл атауды бірінші мектеп оқушылары ойлап тапты. Жақында темір таулары болады деген болжаммен. Шынында да солай болды. 1948 жылдың қазан айында толық технологиялық циклы бар Қарағанды металлургия зауытының құрылысына арналған алаң бекітілді. Осылайша Қазақстанның қара металлургия алыбының құрылысы басталды. Қиындықтарға қарамастан құрылыс екпінді қарқынмен жүрді. 1960 жылдың 3 шілдесінде нөмірі 1 домна пеші алғашқы қазақстандық шойынды шығарды. 1970 жылдың наурыз айында конвертер цехы іске қосылып, КСРО қара металлургия министрлігінің нөмірі 480 бұйрығымен Қарағанды металлургия зауыты негізінде Қарағанды металлургия комбинаты құрылды. Биыл өмірі Қазақстанның қара металлургиясының қалыптасуымен байланысты адамдар өздерінің мерейтойын атап өтуде. Алтынбек Дәрібаев, болат балқытушы, өндіріс озаты, социалистік еңбек ері, КСРО-ның құрметті металлургі. Еңбек жолын 1943 жылы Қазақ металлургия зауытында бастады. 1970 жылы Дәрібаевтың бригадасы Қарағанды металлургия зауытында 250 тонналық оттегі конвертерін іске қосуға қатысты. Өндіріске жылдам балқыту әдісін енгізді. Зауытта жастар тәлімгері Ленин орденімен, еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. Мерейтойын атап өтетін қазақ зауытының тағы бір болат балқытушысы Еламан Байғазиев, өндіріс үздігі, социалистік еңбек ері, Қазақ КСР еңбек сіңірген металлургі, Ленин орденімен марапатталған. 1945 жылдан бастап Теміртау қаласындағы Қазақ металлургия зауытының нөмірі 2 Мартен цехында жұмыс істеді. Жылдан болат балқыту шебері, Достық балқытуы қозғалысының бастамашысы. Биыл домна пешінің көрікшісі, КСРО-ның құрметті металлургі, социалистік еңбек ері Төлеген Адам Юсуповта мерейтой иесі. Еңбек жолын 1959 жылы Қарағанды металлургия зауытында бастап, комсомолдық жолдамамен Теміртауға келген. 1960 жылдың 3 шілдесінде нөмірі 1 домна пешін іске қосуға, содан кейін Қарағанды металлургия комбинатының барлық 4 домна пешін іске қосуға және баптауға қатысты. Бүгінгі таңда комбинат қалаға дем беруші кәсіпорын және Қазақстанның қара металлургиясының флагманы болып табылады. Мереке құтты болсын, құрметті металлургтер.